қоңыртышқан. Мен. Кеш. Мақұл. Басына. Жоқ, басынан емес, жалғастыра береміз. Мен әпке. Болды, қазір. Амандасып алайын да. Амандасып алайын да. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, қымбатты біздің көрермендер. Бұл әке-мәке ертегілер бағдарламасы. Бүгін біздің қандай ертегіні оқимыз? Ақтышқан мен қоңыр тышқан. Ақтышқан мен қоңыр тышқан ертегісін оқып береміз сіздерге. Сіздермен таныстырып қояйын. Сен атың кім айтшы? Атың кім? Сен атың кім айтсай? Сараби. Сараби? Фараби. Дұрыстап айтшы. Атың кім? Сараби. Фараби? Кім баласың? Әжемен ата. Әжемен атаның баласы. Фараби. Сен атың кім? Сен атың кім? Амия. Камила. Камила. Сен атың кім? Sen kimin bakıyorsun? Айтсайшы. Medine Çemirkan mama Çemirkan Medine mama Meyramхан kızı. Болды. Бүгін біз сіздерге ақ тышқан мен қоңыр тышқан ертегісін оқып бердім. Міне, болды, бастаймын. Иә, міне, суретін көрсетейші. Екі тышқан. Ары қарай бастаймыз. Ақ тышқан мен қоңыр тышқан. Бастайын да енді мен. Болмаса, сендер сөйлеп отырсаңдар, полный. Тыңдайсыңдар ма? Тыңдайсыңдар ма? Енді мен оқиын да сосын айтасың ба? Сол жерін екеуің ойнап бересіңдер мақұл ма? Болды, кәме. Оқып алайын, сосын қайтып таласқан екеуің ойнап бересіңдер. Кең далада не ақып деп атсың? Қойдыр. Әлі қызық жеріне. Қызық жеріне. Ертегімізді басынан бастаймыз. Кішкентай бөпелей ақауларға байланысты басынан бастайын деп жатырмық. Ақ тышқан мен қоңыр тышқан. Кең далада бір інді ақ тышқан мен қоңыр тышқан бірге өмір сүріпті. Екеуі бір анадан туған екеуі бір анадан туған бауырлар екен. Бірақ мінездері әртүрлі екен екеуінің. Сен екеуің мінездерің сияқты ғой, түсіндің ме? Мен бұлай айтам ғой бана. Фараби берші. Иә, Фара не дейді сол кезде? Сен не дейсің? Мен деймін. В общем, сондай екеуің мінездерің екі түрлі сондай сияқты. Бұл тышқандардың да мінездері әртүрлі екен. Ақ тышқан шапшаң, пысық болса, сен сияқты екен. Қоңыр тышқан сабырлы, бірақ сәл еріншектеу екен. Сен сияқты екен, шамалай, қоңыр тышқан, Иә. тұрып отырсай. Ойыншықты жина деген кезде ерініп, әрең жинайсың ғой. Сондай ғой. Қоңыр тышқан, сондай екен. Күнде таңертең екеуі далаға шығып, шөп жинап, өздеріне азық дайындайтын. Бірақ олар үнемі бір нәрсеге ренжісіп, ұрсып қала береді. Бір күні екеуіне аналары жаңа үлкен сәбіз берді. Бір күні екеуіне, қазір түсініп алайық мына жерін, бір күні екеуіне аналары жаңа үлкен сәбіз берді дейді. В общем, екеуіне мамасы свежий үлкен сәбіз берген ғой. Екеу бересіз болады мамасы. Бірақ сәбіз берген болмаса кесіп берсе болар еді, ортасынан сол кезде ұрыспайтын еді. Бірақ олар ұрыспаса мына ертегіні оқымайын деп тұрып қой бізде. В общем, бір сәбіз беріпті мамасы.
Бұл сәбіз екеуіңе ортақ бөлісіп жеңдер, деді анасы. Бірақ Ақтышқан сәбізді дереу алып, мен кішкентаймын ғой. Маған көбірек керек, деді. Қоңыр тышқан ашуланып айтады. Жоқ, сәбіз менікі. Менің қарным үлкен ғой. Маған бәрі керек. Деп сәбіз тартып алады ғой. Прикинь, ана жерде қырғын бастап кетеді ғой. Сәбізге қырғын бастап кетеді ғой. Екеуі таласып жатыр. Солайша екеуі сәбізге таласып, ақыры сәбізді екіге бөліп жеп, ашуланып, ренжісіп қалады. Бір-біріне ренжісіп қалды. Келесі күні Ақтышқан шөп жинауға шыққанда, Қоңыр тышқан оның себетін алып кетіп, өзі қолданады. Жаңағы Қоңыр тышқан Ақтышқанның себетін әкетіпті. Себет не екенін білесіңдер ме? Себет деген мен білемін. Ана жемістер салат. Дұрыс. Жемістер салатын андай ыдыс тоқылған, е? Сәбіз өссе, сәбіз жинап алуға болады. Өте дұрыс. Соның себетін алып кетеді. Жаңағы Ақтышқанның себетін алып кетеді. Қолданады жаңағы Қоңыр тышқан. Ақтышқан мұны көріп, Ақтышқан көріп қояды. Қатты ренжиді. Неге мен себетімді алдың? Өзіңдікі қайда? Жоқ, ол мақта қыз бұл. Мақта қыз ма? Бұған қатысы жоқ. Қоңыр тышқан жай барақат. Сен менің үлесімді жеп қойдың. Енді сенің себетіңді қолдансам не бопты деп жауап береді. Жаңағы әлі ренжіп жүр ғой сәбізге. Ақтышқан ренжігеннен оның қорасындағы шөптерді шашып тастайды. Әлі ұрыс болып жатыр. Екеуі бір-біріне ренжіп, қатты кетіп қапты ренжіп. Қырғын болып жатыр. Ұрысып жатыр ма? Екеуі ұрысып жатыр, иә. Сен мен себетімді аласың дейді саған. Сен өзің маған сәбіз бермеу болған. Онда мен ана қораңдағы шөп шашып тастаймын, қораңдағы шашып, мен саған деп шашып тастайды. Екеуі бір-біріне ренжіп қалған ғой. Күндер өте екеуі аналарының қамқорлығын да, шөп жинауды да ұмытып, тек бір-біріне кек сақтаумен болды. Анасы бұл жағдайды көріп уайымдайды. Болмас уайымдап жатыр, мына балаларының ұрысып қалғанын уайымдап жатыр. Анасы айтады: "Ай балаларым, сендер үнемі осылай ұрысып жүре бересіңдер ме? Бір күні тіпті бірге тұра алмай қаласыңдар ғой", деді анасы. Бірақ олар аналарының сөзін тыңдамады. Тышқандікі дұрыс па, анасының сөзін тыңдамай жатқаны? Дұрыс емес. Анасының айтқанын тыңдау керек, е? Дұрыс па? Дұрыс па, дұрыс емес пе? Дұрыс емес пе? Дұрыс па? Мамасының айтқанын тыңдау керек. Бір күні далада қатты дауыл тұрды. Жел азынап, жаңбыр жауып, бауырлар далаға шығамай қалады. Екеуі үйде отыр. Үйдегі азық тез таусылып, екеуі аштықтан әлсірей бастапты. Жаңбыр жауды ма? Иә, дала погода бұзылып жатыр. 112-ден сообщение келген ғой. Бұзылып жатыр ма? Ауа райы, далада жаңбыр, жел, не жатыр жаңағыдай, суық. Найзағай? Иә, найзағай, соң далаға шығамай қалды екеуі. Далаға шығамай қалғаннан кейін үйдегі барлық тамақтарды жеп, уже тамақтары таусылады. Ал тышқан да, Ақтышқан да, Қоңыр тышқан да бір-бірінен көмек сұрауға ұялып, үндемей отырды. Енді ренжісіп қалған ғой бір-біріне. Көмек сұрайын десе ұялып тұр.
Сол сәтте үлкен Сенегін алдын деп па? ренжіп қалған ғой. Сол сәтте үлкен дала бүркіті інге жақындап келіп. Бүркіт келді. Бүкіл? Бүркіт келді тышқан үйіне. Бүркіт келді. Мама? Иә. Ана тышқанның ініне бүйтіп жақындап. Ей, Кімді алып кетеді? қазір айтам. Ей, кішкентайлар. Мама болмай. Мама болмай. Біз қылмайын? Кел, біз қылмасаң отыр кел. Айтпа. Айтам қазір мына. Баслама. Мына осы жерден бастаймыз. Басынан. Кәмикош өз-өзіне кепті. Басынан. Қай? Жоқ, басынан емес, жалғастырамыз ғой сөйлем. Окей. Жаңа бүркіт келген жерден жалғастыр. Бүркіт келген жерден жалғастырамыз. Мына Бүркіт айтады. Ей, кішкентайлар. Сәбізін алып кете ма? Отсай, тыңдасай, не болатынын бізді білмей анық қой. Оқиын бұл қазір. Бүркіт келіп айтып отыр ғой, мені қара. Ей, кішкентайлар. Бірлік жоқ жерде береке болмайды. Егер сендер бір-бірлеріңе көмектеспесеңдер, бұл дауылдан аман шыға алмайсыңдар дейді. Ақ тышқан мен қоңыр тышқан ойланып, екеуі татуласуға бел буады. Ақ тышқан. Кешір. Мен саған әділетсіз болдым. Қане, бірге азық іздейік дейді ақ тышқан. Қоңыр тышқан басын изеп. Мама су. Жарайды, сенің себетіңді де қайтарып берем. Енді барлығын бірге істейік деп, екеуі келісімге келді. Сүт па, су ма? Süt. Süt. Ya. Nana. Kişkine. Ya, әпке екеуің ғана дос болдыңдар. Mama Жаңа su. ойыншыққа таласып не істеп қойып едіңдер ғой. Енді татуласып жатсыңдар. Түсіндіңдер ма? Өйткені бүркіт айтты. Бірлік. Бар, сен сүт ішіп кел мамаға барып. Бар. Мамаға сүт ішіп кел. Сосын біз... Өзін сүйеттім. А? Кішкене қал бітіріп тастайық, сонымен су ішесің, иә? Екеуі татуласты. Не үшін татуласты? Өйткені ана бүркіт айтты. Не деді бір? Оспанда бірлік жоқ жерде тірлік жоқ деді. Түсіндіңдер ме? Я жаңбырдан аман шыға алмайсыңдар. Бір-бірлеріңе қамқор болып бірге жұмыс істемесеңдер, мына дауылдан аман шыға алмайсыңдар деді. Сөйтіп бір-бірінен кешірім сұрап екеуі татуласты. Дауыл басылған соң екеуі далаға шығып, бірлесіп шөп жинап, аналарына көмек берді. Екеуі бірге жұмыс істегенде бәрі жеңіл әрі қызықты екенін түсінді. Сол күннен бастап ақ тышқан мен қоңыр тышқан ешқашан таласпай, ойыншықтарын, азықтарын бөлісіп өмір сүре бастады. Әрине, кейде ұсақ-түйек нәрселерге ренжісіп қалатын. Бірақ олар татуласудың қаншалықты маңызды екенін жақсы білді. Ал дала бүркіті аспаннан күлімдеп қарап. Бауырлар бір-бірін әрқашан қолдаса, оларды ешқандай дауыл да, боран да жеңе алмайды деп айтты. Түсіндіңдер ма? Бауырлар ұрыспау керек, түсіндіңдер ма? Ұрысып қалған жағдайда не істеу керек екен? Татуласу керек, иә? Бір-бірінен кешірім сұрап. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Жері ма? Сен не түсіндің? Ақ тышқан мен қоңыр тышқан ұрысып қалғанын түсіндім. Ұрысып қалғанын түсіндің? Олар ұрысып қалды ма? Одан кейін татуласқанын түсіндім. Татуласу
маңызды нәрсе екен, иә? Иә. Ұрысып қалғаннан кейін татуласу керек, бір-бірінен кешірім сұрап. Жалпы, түйін, сен не түсіндің? Бірлік бар жерде, тірлік бар балалар. Ұрыссаңдар да ұстасып отырыңдар. Ұрысқаннан кейін, енді ұрысып қалады ғой енді арасында. Бірақ татуласу керек екен, бірден, иә? Сондықтан ұрыспаңдар, аналарыңның айтқанын тыңдаңдар. Бір-бірлеріңе бауырмал болыңдар. Осымен әкем-әке ертегісінің екінші саны аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңдар. Сау болыңдар.